Облыстық көзі нашар көретін және зағип жандарға арналған арнайы кітапханада амал мерекесін атап өтті. Көрісу күніне жиналғандар би билеп, әннен шашу шашып, ақ дастарханнан дәм татты. Көрісу күнінде халық қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысып қуанышқа бөленеді. Сол себепті қазақ халқы амал мерекесін асыға күтеді. Осыған орай ақ дастархан жайылады. Мұнда міндетті түрде бауырсақ дайындалуы керек. Ей менің асқар тауым, тазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Көзі нашар көретін және зағип жандарға арналған арнайы кітапхана жыл сайын Наурызнама 10 күндігінде түрлі шараларды ұйымдастырады. Осы жолы амал мейрамына орай замандас ардагерлер клубының Іңкәрім вокалдық тобы қонаққа келіп, оқырмандарға мерекелік көңіл күйін сыйлады. Енді біздің ерекше оқырмандарымыздың назарына осы кітапхананың төрінде өтіп жатқан Наурыз мерекесін екі тілде жүргіздіре отыра, сонымен қатар мына әр қимылдың өзін тифлокомментированиеде, тифло түсініктемесімен жеткізу орынды болып отыр деп санаймыз. Зағип жандар әндерді қосыла шырқап көрісу күнін атап өтті. Дәстүр бойынша жиналғандарға бауырсақ пен наурыз көже таратылып, құрметті қонақтар дәмнен ауыз тиді. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпания.